Лисаков орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға кітап мыңжылдықтар қазынасы бейне шолуын ұсынады. Сіздердің назарларыңызға қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың қара сөздерінен, орыстың ұлы ақыны Александр Пушкиннің Евгений Онегиннен және Америка жазушысы Джек Лондонның Ақсақалдар лигасы шығармаларынан қысқаша мәліметтер ұсынатын боламыз. Қара сөздер Абай Құнанбайұлының 45 қысқа ғибратты әңгімеден тұратын рухани еңбегі. Бұл туындысында Абай адам өмірі, имандылық, білім, сондай-ақ қазақ халқының тарихтағы орны жайлы ой толғайды. Ол қоғамдағы әділетсіздік, рухани мешеулік, адамдар арасындағы қарым-қатынас, білім мен еңбектің маңызды сияқты мәселелерді көтереді. Надандықты, жалқаулықты, араздық пен дүниеқоңыздықты сынап, адамды өзін жетілдіруге, ізгілікке ұмтылуға шақырады. Евгений Онегин махаббат, достық, парыз және адамның қоғамдағы орны туралы мәңгілік сұрақтарды қозғайтын орыс әдебиетінің алтын қорына енген классикалық шығарма. Евгений Онегин Александр Пушкиннің мәңгілік мәні бар туындысы. 19 ғасырдағы орыс қоғамының бейнесін, адам жанының қайшылықтарын суреттейтін роман. Шығармада Петербургтің сән салтанатынан жалығып, ауылға кеткен жас дворянин Евгений Онегиннің өмірі баяндалады. Онда ол Лариндер отбасымен, әсіресе Татьянамен танысады. Татьяна оған шын жүректен ғашық болады, бірақ Онегин оның сезімін қабылдамайды. Жылдар өткен соң Татьянаны қоғам ортасында, бірақ енді тұрмыстағы әйел күйінде кездестіргенде өзі ғашық болып қалады. Алайда Татьяна адалдығынан таймай өз жарына берік қалады. Қарттар одағы адамның жасын ұлғайғанмен жүректегі достық мәңгілік екенін, ал ортақ естеліктердің өмірді мәнді ететін еске салатын шығарма. Джек Лондонның Ақсақалдар одағы, достық, өмірлі жолдастық және өткен күндердің жылулығын суреттейтін әсерлі әңгіме. Оқиға Клондайк жерінде өрбиді. Бір кездері алтын іздеп, иық тірестіре еңбек еткен бір топ қарт кеншілер жасы ұлғайған шақта өзара қолдау көрсету және бірге уақыт өткізу үшін Ақсақалдар одағын құрады. Олар шағын ғана лашыққа орналасып, күндерін балық аулаумен, әңгіме дөкен құрып, жасық шағындағы бастан кешкен қызықты оқиғаларды еске алумен өткізеді. Уақыт өте келе олардың бір мүшесі қария үндіс дүниеден өтеді. Қалған достары оны өз салттарына сай жерлейді. Есімін құрметпен еске алады. Құрметті оқырмандар, Лисаков орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің барлық кітапханаларында сіздерді қызықтырар кітаптарды біздің кітап сөрелерінен таба аласыздар. Келіңіздер, өздеріңізді қызықтырған кітаптарды алып оқыңыздар.